Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағының 119-шы сабақ қорытындылау тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Тапсырмаларды орындап, қандай жануар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілгенін анықта дейді. Мұнда бірінші қосу амал беріліпті. 25-тен 14 қосылған 25-тен 7. Екеуінің бөлімдері бірдей, демек бөлімінің өзі жазылаттағына алымдары қосылады. Сонда 14-ке 7-ні қоссақ 21, 25-тен 21. Мұндағы нұсқаларға қараймыз, ол Б деген әріпке сәйкес келген. Демек бірінші әріпіміз бізде Б. Келесі, азайтуды орында. 4-тен 9 азайтылған 4-тен 6. Бөлімдері бірдей, алымдар азайтылады. 9-дан 6-ны азайтамыз 3, демек 4-тен 3 шығады. Бұл мінекей А деген әріпке сәйкес келеді. Екінші орналасады екен. Келесі, бөлімі 17-ге тең, дұрыс бөлшекті тап. Бізде дұрыс бөлшекте бөлімі алымынан үлкен бөлшекті айтамыз. Ол бізде мінекей 17-ден 14 деген сан. Демек, Р әріпі үшінші орналасады. Келесі, аралас санды тап. Аралас санды, яғни ортақ бөлшегі бар бөлімі және алымынан тұратын санды айтамыз. Ол 1,7-ден 1. Демек, төртінші бізде А әріпі екен. Бөлімі 4 болатын бұрыс бөлшекті тап. Бұрыс бөлшек дегеніміз бөлімі алымынан кіші болады. Ол бізде 4-те 4. Яғни бөлімі алымынан кіші немесе тең бөлшекті біз бұрыс бөлшек деп айтады екенбіз. Демек, есептің жауабы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген барыс деген жануар екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Екінші тапсырма. Қазақстандағы далалы жағдайда бейімделген өсімдіктердің 250 түрі бар. Бұл Қазақстандағы барлық өсімдіктердің 48-ден 2 бөлігін құрайды. Қазақстанда барлығы қанша өсімдік түрі бар? Алдымен есептің шартын жазып аламыз. Енді есепті шығару үшін 250-ді бөлеміз 2-ге. Сонда 125 шығады. Енді 125-ті 48-ге көбейтеміз. 6000. Демек, есептің жауабы Қазақстанда барлығы 6000 өсімдік түрі бар. Енді Ә тапсырмасында кері есеп құрастыр делінген. Кері есеп. Барлығы 6000 өсімдік бар Қазақстанда, ал далалы жағдайда қанша өсімдік бар? Бұл далалы жағдайда өсетін өсімдіктердің 48-ден 2 бөлігі, мына барлық 6000 өсімдіктің бөлігін құрайды екен. Енді есепті шығару үшін 6000-ды бөлеміз 48-ге, 125 шығады. Оны 2-ге көбейтеміз, 250. Сонда есептің жауабы далалы жағдайда бейімделген өсімдіктердің 250 түрі бар. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Үшінші тапсырма салыстыр дейді. Біріншісі 12-ден 1 сағат және 15-ден 2 сағат. Екеуін қалай салыстырамыз? Біріншісі 1 сағатта 60 минут бар. 60-ты 12-ге бөлем, сонда 5 минут. Мынаны минутқа айналдырып аламыз. Келесі, 15-тен 2 дегеніміз. 60-ты 2-ге көбейтеміз 120, 120-ны 15-ге бөлем, сонда 8. 5 минут пен 8 минутты салыстырсақ, қайсы көп? Әрине 8 минут көп. Сонда 15-тен 12 жағы артық деген белгі қоясыңдар. Келесі, 8-ден 7 сағат және 3-тен 1 тәулік. Мына тәулікті сағатқа айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24-ті 3-ке бөлем, сонда 8 сағат. Ал 7-ден 8 деген сол 1 сағаттан да кем уақыт. Демек, екеуінің мына 3-тен 1 тәулік дегені үлкен. Таңбаны мына жаққа қаратамыз. 4-тен 3 метр, 2-ден 1 дециметр. Бұларды сантиметрге айналдырсақ болады. 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда 3-те 300, 300-ді 4-ке бөлеміз, 75 сантиметр. 2-ден 1 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Сонда 10-ды 2-ге бөлеміз,
5 сантиметр. Екеуін салыстырамыз, әрине 75 сантиметр көп екен. Келесі. 5-тен 2 центнер мен 50-ден 1 тоннаны салыстырамыз. Екеуінде килограммға айналдырамыз. Сонда біріншісі 40 килограмм, екіншісі 20 килограмм салыстырамыз. 40 килограмм артық болады. Дәл солай қалған мына тапсырмаларды орындап дәптерімізге тиісті таңбаны орналастырамыз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 4А сыныбында 30 оқушы бар. Оның 10-нан 3-і футбол үйірмесіне, 10-нан 5-і баскетбол үйірмесіне барады. Барлығы қанша оқушы спорт үйірмесіне қатысады? Есептің шартын жазып аламыз. Есепте бізде 2 тәсілмен шығар делінген. Бірінші тәсілі мінекей. Алдымен 30-ды 10-ға бөліп аламыз. Сонда 3 шығады. Енді 3-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 9. Бұл тапқанымыз табиғаттағы үйірмесіне қатысқан балалар саны екен. Келесі. 30-ды 10-ға бөлеміз. 3. 3-ті 5-ке көбейтеміз. 15. Бұл экологтар үйірмесіне баратын оқушылардың саны. Енді 9-ға 15-ті қоссақ, мына 2 үйірмедегі балалардың саны, сонда 24 оқушы. Есептің жауабы барлығы үйірмеге 24 оқушы қатысады. Есептің шығаруының екінші тәсілі сол бүтін бөлігі бойынша қосу арқылы. 10-нан 3 қосылған 10-нан 5. Бөлімдері бірдей, 10-ды жазамыз, алымдар қосылады. 3-ке 5-ті қосамыз, 8. Демек 10-нан 8. Енді 30-ды 10-ға бөліп 8-ге көбейтеміз. Сонда 24. Екі тәсілде де жауаптары бірдей, яғни шығарған есебіміз дұрыс екен. Сендерге қайсысы ыңғайлы, сол жолмен алдағы уақытта есептерді шығаруға тырысыңдар. 5-ші тапсырма. Есептерді шығар. Хайуанаттар бағындағы ақ аюлар үшін хауыз салынды. Хауызға су 2 құбыр арқылы құйылады. Бір құбырдан минутына 37 литр, екіншісінен минутына 42 литр жылдамдықпен су құйылады. Хауызға барлығы 25280 литр су сиятын болса, ол қанша уақытта толады? Есептің шартын жазып аламыз, бізге уақытты анықтау қажет. Біз тауып аламыз, 1 минутта екеуі бірігіп қанша литр су құятын. Сонда 37-ге 42-ні қосамыз, 79 литр шығады. Енді мына барлық сиятын судың мөлшерін бөлеміз, мына 1 минуттағы тапқан литр суымызды. Сонда 25280-ді бөлеміз 79-ға, сонда 320 минут. 320 минутты біз сағатпен де өрнектеуімізге болады. Бұл бізде 5 сағат 20 минутқа тең болады екен. Есептің жауабы хауыз 320 минутта толады. Енді 5-ші тапсырманың тапсырмасына келейік. Хауызға бір құбырдан минутына 38 литр жылдамдықпен су құйылып, екінші құбырдан 42 литр жылдамдықпен сыртқа ағады. Егер су құйылғанға дейін хауызда 100 литр су болған болса, онда 20 минуттан кейін хауызда қанша су болады? Бізде құйылып жатқан судан қарағанда ағып жатқан судың мөлшері артық. Сондықтан 42-ден 38 азайтамыз, сонда 4 литр бөлінген минут. Яғни минутына 4 литр су бізде ағып кетеді құйылғанға қарағанда. Енді 4-ті 20-ға көбейтеміз, сонда 80 литр. Бұл бізде 20 минутта ағатын судың мөлшері. Ал 100-ден 80-ді азайтсақ, 20 литр. Бұл бізде уже қалған су. Демек, есептің жауабы 20 минуттан кейін хауызда бізде 20 литр су болады. Бұл тапсырмалардың басқаша да шығару тәсілі бар. Бұл бір ғана жолы, бірақ барлығында жауабы бірдей. Сондықтан өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Келесі есеп. 6-шы тапсырма қарапайым амал орындау есебі.
291.850 азайтылған 302 көбейтілген 627 азайтылған 11.704 бөлінген 56. Біз білеміз, алдымен жақшаның іші орындалатын, және көбейту амалы орындалады. Сонда 189.354 шығады. Келесі екінші бөлу амалы орындалады. 209 шығады. Тапқан мәндерімізді азайтамыз. Мінекей азайту амалы тұр. 189.145. Мына берілген саннан тапқан санымыз азайтсақ 102.705. Тапсырмамыз дұрыс орындалды. Келесі есепте дәл солай жақшаның іші орындалады. Бірінші көбейтінді орындалады. 49.115 шығады. Екінші көбейтіндіні орындаймыз. 49.050 шығады. Екеуін азайтамыз. 65. Мына 19.760-ты бөлеміз 65-ке, сонда 304. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Жетінші тапсырма. Велосипедші мен мотоциклшы бір уақытта бір пункттен бір бағытта жолға шығады. Мотоциклшының жылдамдығы сағатына 40 км, велосипедшінікі сағатына 12 км. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады? Бізде бір бағытта, демек жылдамдықтары азайтылады. В1 азайтылған В2. 40-тан 12-ні азайтсақ 28 км бөлінген сағат. Енді арақашықтықты есептейміз. Ол үшін мына тапқан жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 28-ді 3-ке көбейтсек 84 км. Есептің жауабы 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 84 км болады. Тапсырма орындалды. 8-ші есеп. Біз дүкеннен биіктігі 17 см лимон көшетін және биіктігі 12 см раушангүл көшетін сатып алдық. Егер дұрыс күтім жасалатын болса, лимон бір аптада 3 см-ге, ал раушангүл 4 см-ге өседі. Неше аптадан кейін лимон мен раушангүл көшеттерінің биіктігі бірдей болады. Есепті шығарудың оңай тәсілі. Алдымен мына лимонның бастапқы биіктігін жазып қоямыз, кейін раушангүлдің биіктігін жазып қоямыз. 17-де 12. Енді бізде лимон бір аптада 3 см өседі. Оған қосамыз 3 см деп, ал раушангүл 4 см. Екеуінің мәні бірдей болғанша, бірдей мөлшерде сандарды қосып шығамыз. Мысалға 17 қосу 3, қосу 3, қосу 3. Дәл солай 32-ге тең болғанда және 12-ге тағы да 5 рет 4-ті қосқанда 32. Екі мән бірдей болады. Яғни 5 аптадан кейін лимон мен раушангүлдің көшеттерінің биіктігі бірдей болады екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 9-шы тапсырма. Бөлімі 25 болатын дұрыс бөлшек пен алымы 25 болатын бұрыс бөлшек жаз дейді. Бізде алымы 25 болатын бұрыс бөлшек кез келген санды ала берсеңдер болады. Тек алымына 25 жазамыз. Ал ол бұрыс бөлшек болу үшін алымынан бөлімі кіші болу керек. 25-тен 7 кіші болады. Демек 7-ден 25 деген бұрыс бөлшек алдық. Ал бөлімі 25 болатын дұрыс бөлшек 25-тен 11. Сендер мына 11 мен 7-нің орнына кез келген бұрыс және дұрыс бөлшек шығатындай сандарды аласыңдар. Ала тапсырмасында осыған ұқсас тапсырма құрастыр делінген. Алымы 39 болатын бұрыс бөлшек құрастыр деп алайық. 11-ден 39, бөлімі 39 болатын дұрыс бөлшек десек, 39-дан 31. 10-шы тапсырма. Құлпынайдан тосап қайнату үшін оның 3 бөлігіне 4 бөлік қант қосылады. 8 кг 400 грамм тосап қайнату үшін қанша құлпынай алу қажет? Алдымен мына 8 кг 400 граммды граммға айналдырамыз. 1 килограммдан 1000 грамм бар, демек 8000, 8000-ға 400-ді қосамыз, 8400 грамм болғаны. Мына 3-ке 4 бөлікті қосамыз, сонда 7 шығады. Мына тапқан 8400-ді 7 бөлікке бөлеміз. 1200 грамм. Енді қанша құлпынай бар екенін анықтау үшін осы 1200-ді көбейтеміз 3-ке. Мінекей 3 дегеніміз мына. Құлпынайдың
мөлшері. Сонда 3600 грамм. Ал қанттың мөлшерін есептемей қоюға да болады. Егер есептесек, 1200-ді 4-ке көбейтеміз, 4800 грамм. Есептің жауабы 8 килограмм 400 грамм тосат қайнату үшін бізге 3600 грамм құлпынай алу қажет. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Екі автокөлік бірдей жылдамдықпен жүріп келе жатыр. Біріншісі 360 км, екіншісі 480 км жол жүреді. Егер біріншісі екіншісіне қарағанда 2 сағат кем жүрген болса, онда автокөліктің әрқайсысы қанша сағат жолда болды? Есептің шартын жазып аламыз. Бізде екеуінің жылдамдықтары тең делінген. Алдымен бірінші арақашықтарын азайтамыз. 480-нен 360 азайтамыз, 120 кг. Жылдамдықты есептейміз. В тең S бөлінген Т формуласы арқылы 120-ны 2-ге бөлсек 60 км бөлінген сағат. Бұл бізде екеуіне де тиесілі. Енді уақытты есептейміз. Бірінші автокөліктің жүрген уақытын есептеу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. 360-ты бөлеміз 60-қа тең, 6 сағат. Екіншісінікі S2 бөлінген В, 480-ді 60-ға бөлеміз 8 сағат. Демек есептің жауабы бірінші автокөлік 6 сағат, екінші автокөлік 8 сағат жолда болды. Балалар, тақырыптағы барлық 11 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.